Малжан аман ба? Асқар Батыр, армысың бауырым, аман есенбісің? Өте дұрыс, керемет ойың, жалпы арғы мақсатың өте керемет. Қолдаймын әрқашанда. Өте дер кезінде, керек кезінде ұйымдастырылып отырған канал деп ойлаймын. Тура сын сағат деп айтуға болады. Қазір біздің ұлтымыздың басынан өтіп отырған қазіргі сәтті сын сағат деп айтсақ болады. Жалпы қазақ ұлты, қазақ мемлекеті тарих сахнасында қала ма, қалмай ма деген мәселені бірінші кезекте тұр деп ойлаймын. Біз үшін қазіргі ең маңызды мәселе осы сын сағат. Ұлт болашағы, ұлт тағдыры. Сондықтан бәріміз өзіміздің жеке амбицияларымызды, өзіміздің жеке басымызға байланысты мәселелердің бәрін екінші жоспарға қалдырып, ең бірінші осы ұлт мәселесін алға қойсақ деген ұсыныс бар. Бұл ұсыныстың арты сол бірлікке, ауызбіршілікке әкеледі деп ойлаймын. Сол кезде ғана біз өзіміздің жаңағы бір намысымызға тиіп кеткен мәселелерді ғана қозғап, болмаса өзіміздің бір жеке ойымыз, пікіріміз, көзқарасымызды ғана соны ғана қорғап қалуды ғана ойлап отырсақ, онда біз ұзақ әлі таласып тартысып отыра берерміз. Қазір нақты істер, нақты шаруалар атқару керек. Қазір біз мынау саясат жағынан өте көп мәселелер көтерілген кезде айтылатын әңгімелердің біреуі, неге біздің қазақтың рухы жоқ, неге анау, неге мынау, неге көшеге шықпайды деген сияқты әңгімелер көп айтылады. Енді басты мәселе бұл жерде соңғы уақыттарда өзіміздің бақылап, қарап, сараптап жүрген нәрселеріміздің бірі, ол ең маңызды нәрсе, соған бәріміз шақырып, шамамыз келгенше әрекет істеп жүрген дүниенің бірі, ол бірліктің жоғы, ауызбірлік жоқ. Ол қазақтың ауызбірлігі қазақтан басқа ешкімге тиімді емес. Ешкімге тиімді емес. Қазақтың осылай быт-шыт болып бір-бірімен басы қосылмай жүргені бәріне жақсы. Сондықтан осы мәселе төңірегінде дұрыс әңгіме қозғадың. Бірлік керек, ал бірлік болу үшін сол ұлтты біріктіретін ең маңызды идея ол сол өзіміздің құндылықтарға қайта оралу, тұнық бастауымызға оралу. Сол басынан бастауымыз керек қайта. Ең бірінші сол өзіміздің руханиятты көтеріп орнына қою керекпіз. Ұлттық құндылықтарды қалпына келтіру керекпіз. Өзіміздің ұлы тұлғалар, өзіміздің ұлы бабалар, солардың рухын дәріптеуіміз керек. Өзгенің сахабасын болмаса басқалардың олигархтарын әңгіме қылмай, сол өзіміздің ұлы тұлғалар, өзіміздің ұлы құндылықтарға қайта оралып, басып, түзіп, ең бірінші сол болмысымызды орнына қалпына келтіру керекпіз. Енді сәл уақытым болғаннан кейін пайдаланып айтайын деп тұрмын өз ойларымды. Мынау саяси мәселеге келгенде, бұл жерде де көп дау-дамай туатын мәселе. Қазақтың басына бірлік болмай жүрген дүниенің біреуі осы. Оның себебі жалпы қазақтың саяси ахуалын, қал жағдайын қазіргі соны бір белгілі бір тұлғаға бағыттау, сол бір белгілі бір тұлғадан ғана күту. Осы мәселе өте үлкен зиянын тигізіп тұр. Біреу Әбләздің артынан жүр, біреу тағы біреудің артынан жүр деген мәселе. Менің айтайын дегенім, жаңағы бір көсем сайлап алып, сол көсемнің артынан жүгіру. Бұл ең үлкен қате осы жерде. Бізге нұқсанын келтіріп тұрған. Өйткені сол бүкіл қозғалыстың, қандай қозғалыс болмасын, ол демократиялық деп айтайық, ұлттық деп айтайық, мейлі. Мәселе ода емес, мәселе сол бүкіл сол қозғалыстың тағдыры, болашағы, соның істеп жүрген істері, әрекеттерін бір адамның тұлғасына ғана байланып тұрады. Егер сол адам ертең белгілі бір әрекеттерден кейін түгел қараланып қалса, бүкіл сол қозғалыс сонымен тынады. Ал сол жерде
сол қозғалыстың айналасында жүрген 90% қарапайым халық, өзінің жарқын болашағын ойлап жүрген қарапайым халықта сол топпен бірге қараланып кетеді. Сол қозғалыс сонымен құриды, былайша айтқанда. Сондықтан ешқашанда бір тұлғаға байлап қоймау керек. Идея болу керек, жалпы ұлттық идея болу керек, сол идеяның төңірегінде бірігу керек халық. Бір тұлғаның төңірегіне емес, идеяның төңірегіне. Сол кезде ғана жақсы өзгерістер болады деп мен ойлаймын. Ал енді әр қайсымыз осылай көзі ашық, көкірегі ояу азаматтар осы үлкен ортақ іспен қатар әр қайсы өзінің шама шарқысына қарай осы өзіміздің қазағымызда көтеретін, көркейтетін бір іс-шараларды қолға алып, жобаларды қолға алып, соны іске асыруға тырысу керекпіз деп ойлаймын. Күтпей, жоғарыдан күтпей, төменнен күтпей, басқа жақтан күтпей, әрекет жасай беру керекпіз. Уақыт күттірмейді. Тарих бізге көрсетіп отыр. Уақыт өткізіп алсақ, көп нәрсені қалпына келтіру өте қиын болады. Сол өз ойымда айтайын дегенім ғой. Аманшылық болса тағы да хабарға шығып тұрамыз. Аманшылық болсын.